Кеш ұйықтау миыңызды өлтіріп жатыр. Ғалымдар бұл әдетті қауіпті дейді. Кеш ұйықтау ми үшін нақты қауіп. Мидың тазарту жүйесі тек ұйқы кезінде жұмыс істейді. Ғалымдар глимфатикалық жүйе деп аталатын процесті анықтаған. Бұл жүйе тек терең ұйқыда ми жасушаларын қалдықтардан, улы ақуыздардан тазартады. Кеш ұйықтап, аз ұйықтағанда бұл жүйе дұрыс жұмыс істемейді. Сондықтан бейтарап токсиндер миға жиналып, ес пен зейін әлсірейді. Түнгі ұйқының уақыты кешкісі биологиялық сағат бұзылады. Адам денесі сырқаттық ырғақпен жұмыс істейді. Бұл ырғақ түнгі 10 мен 2 аралығында ми мен гормон жүйесін қалпына келтіреді. Сол терезені өткізіп алсаңыз, есте сақтау, эмоцияны реттеу, ойлау қабілеті әлсірей бастайды. Ғылыми зерттеулер не дейді? Оксфорд, Гарвард университеттерінің зерттеулері. Кеш ұйықтайтын адамдарға Альцгеймер және депрессия қаупі 30-40% жоғары. Күнделікті кеш ұйықтайтын студенттердің IQ, жаттап алу, логикалық ойлау қабілеттері төмен болған. Ұйқы жетпеген ми, қартайған ми. Мидың сипаттары жасушалар арасында байланыс терең ұйқыда ғана жаңарады. Кеш ұйықтап, аз ұйықтайтын адамдардың миы ақпаратты қабылдауға әлсіз, стреске төзімсіз, эмоциялық күйзелістерге бейім. Не істеу керек? Ұйқыға түнгі 10-11-ге дейін жатыңыз. Ұйқы алдында телефон, экран қолданбаңыз. Кешке кофе, көк шай ішпеңіз. Бөлмені желдетіп, жарықты сөндіріп ұйықтаңыз. Міне, құрметті көрермендер, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің оп-оңай болмашы ғана әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.